Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Шакамуру. Ойбай-ау, Шакамурусы нес? Нуригіміз қайда деп уайымдамаңыздар. Нуриктің орындауындағы Қытай елінің сұмдық дәстүрлер жайлы қызықты бейне жазба менің арнамда дәл қазір шықты. Осы бейне жазбадан кейін Шакамуру арнасына өтіп көрсеңіздер болады. Сілтемесі төменде. Және қызықты деректермен сапалы түрде танысып отыру үшін арнама жазылып қойсаңыздар мен үшін үлкен қуаныш болар еді. Ал бүгін бізде шолуда Гонконгские истории о призраках фильмі. Фильм қарғыс атқан мектепке жаңадан жұмысқа тұрған мұғалім туралы болмақ. Ендеше кеттік. Бірнеше күн бұрын Дженнифер Чунг есімді жігітімен айырылысты. Ол жігітімен түскен барлық суреттерді қимастықпен өшіріп жатыр. Әйел мектепке декретке кеткен мұғалімнің орнына уақытша жұмыс жасауға келді. Кіре салысымен Дженнифер мектептің тыныш тұрғанына назар аударды. Мұнда оқушылар аз секілді деп ойлады. Әйел баскетбол алаңына келіп, Дондон есімді жоғарғы сыныпта оқитын қызбен танысады. Сосын қыздан мұғалімдер кабинетін көрсетіп жіберші деп сұрайды. Дженнифер кабинетке келіп, Конг есімді завучпен танысады. Сосын мектеп директоры Комен. Әйел келесі күннен бастап жұмысын бастайтын болды. Үйге қайтып келе жатып, Дженнифер бұрынғы жігіті Чунгты көріп қалады. Чунг, сенсіз өмір сүре алмаймын, қайтып оралшы, деп жалынуда. Дженнифер оның қылықтарынан шаршағанын және енді көргісі келмейтінін айтты. Жігіт жалынып қоймағасын, Дженнифердің әкесі Генри келіп, Чунгты қуып жібереді. Үйде анасы Чунгтың кесірінен 3 жыл жұмыс жасамаған қызын аяп отыр. Чунг басында жақсы жігіт болған, бірақ ішімдікке салынып, жиі қол көтергесін Дженнифер одан қашып кеткен екен. Анасы ол оңбағанға енді жақындама деп кеңес береді. Келесі күні Дженнифер мектепке келді. Әйел мұғалімдер кабинетіне келіп, завуч Конг жазып кеткен қағазды тауып алады. Қағазда әзірше саған күніне 2 сабақтан болады деп жазылған. Дженниферге F4I сыныбы берілді. Жаңа мұғалім сыныпты іздеп жүріп, өткендегі Дондонды көреді. Сөйтсе қыз F4I сыныбында оқиды екен. Сынып өте шулы. Олар Дженнифердің келгеніне мән беріп тұрған жоқ. Оқушылар қалаған заттармен айналысып еркін сынып жүр. Дженнифер қанша тырысса да сыныпты тыныштандыра алмады. Сол кезде ең алғашқы сабақты танысуға арнағысы келетінін айтады. Мұғалімдер кабинетінде завуч сыныптың тентек екенін және Дженнифердің алдында жұмыс жасаған мұғалімдердің шыдай алмай шығып кеткендерін мойындайды. Жұмыс біткен соң Дженнифер кафеден Дондонды көріп қалады. Сөйтсе ол жеңіл жүрісті қыз болып жұмыс жасайды екен. Дондон кафедегі ер адамдарға өз сыныптастарын ұсынып жүр. Әйел шыдай алмай қызға ұрсады. Дондон ашуланып кетіп қалады. Келесі күні де оқушылар мұғалімді тыңдамай ойларына келгенін жасайды. Олар өздерін жиіркенішті ұстауда. Кейбіреулері тіпті сыныптағы қыздар туралы біреуге айтсаң, шаруаң бітет деп Дженниферді бопсалайды. Бүгін Дондон сабаққа қатысқан жоқ. Мұғалім оны әжетханадан көріп қалып артынан барады. Әйел қызбен жеке сөйлескісі келетінін айтып, оны әжетханадан іздейді. Бірақ та Дондон жоғалып кетті. Мұғалім сыртқа шыққысы келеді, бірақ есік ашылмайды. Бір кезде әжетханадағы есіктер тербеліп, жарық өздігімен жанып сөне бастайды. Тылсым күш суды ашып, желдеткіштің қалдығын тура Дженниферге қарай лақтырады. Әйел әрең дегенде аман қалады. Қабырғадағы қанның бейнесін көргенде Дженнифер қорқып айқайлайды. Әкесі Генри қызын алаңдап мектепке келеді. Ол полиция шақырып қойған екен. Генри қызын әжетханадан тауып алады. Дженнифер әкесінің дауысын естіп, көзін ашса, әжетхана бұрынғы өз қалпында тұр екен. Сонда әйелде галлюцинация болғаны ма? Дженнифер түні бойы ұйықтай алмай, қорқынышты түстер көрді. Таң атқанда оған завуч қоңырау шалып, бүгін жұмысқа шықпай-ақ қой дейді. Дженнифер мектепке қайта оралып, завучке F4I сыныбының қандай тәртіпсіз екенін айтады. Сыныптың нөмірін естіп, Конг, біздің мектепте F4I сыныбы жоқ деп таң қалады. Негізінде әйелге F2A сыныбы берілген екен. Дженнифер ештеңе түсініп тұрған жоқ. Сосын завучты күнде көріп жүрген F4I сыныбына ертіп әкеледі. Әйел сыныпқа келіп ремонтталып тұрған ескі кабинетті көреді. Директор бірнеше жыл бұрын мектепте F4I сыныбы оқығанын айтты. Сыныпта барлығы тиісе беретін тұйық бала болған. Және ол бір күні шыдай алмай, бұзақыларды тура сыныптың ішінде өртеп жіберген екен. Өрттің салдарынан 14 оқушы қаза тапқан. Олардың арасында балаларды құтқармақ болған мұғалімдер де бар. Бұны естіген Дженнифердің төбе шашы тік тұрады. Директор оған F4I сыныбына сабақ бермеуін бұйырады. Және F2A сыныбын береді. Дженнифер үйге келсе, есік алдында Чунг отыр екен. Ол тағы да қызға сағынғанын айтып, жалына бастайды. Бірақ әйел онымен қайтадан бірге болғысы келмейді. Кішкенеден соң Дженнифер Дондонды кездестіріп, сынып туралы сұрайды. Қыз оған қарғыс атқан мектепке ендігәрі жоламағанын өтініп, қашып кетеді. Дженнифер үйге кірсе, ата-анасы оған дін қызметкерін шақырып қойыпты. Пастор қызға, жын деген ол тек біздің санамызда болатын нәрсе. Егер біз жындардың әсеріне қарсы тұра алмасақ, есімізді жоғалтамыз, дейді. Мұғалім мектепке келіп, F2A сыныбына келеді.
Бірақ та ішінде F4I сыныбының оқушылары отыр екен. Дженнифер ештеңе болмағандай кейіп танытып, сабақ өтуді шешті. Таң қаларлығы оқушылар бұл жолы тып-тыныш. Мұғалім тақтаға бірдеңелер жазып жатқанда, оқушылар жиіркенішті құбыжықтарға айналып, мұғалімге шабуылдамақ болады. Мұғалім артына қараған сәтте, оқушылар бұрынғы қалпына келеді. Дженнифер тақтаға тағы бірдеңелер жазып жатыр. Осы кезде бірнеше оқушы ұшып, мұғалімге шын бейнелерін көрсетпек болады. Дженнифер арт жақта бірдеңенің дұрыс еместігін сезіп қойып, мектептен қашып кетеді. Үйге келе жатса тағы да Дондон жүр екен. Қыз оған: "Бұл мектеп өлі. Оқушылардың елесі сені өлтірмейінше тоқтамайды", дейді. Сосын Дондон қашып кетті. Үйінің алдында Дженниферді Чунг күтіп алады. Жігіт оған Дженнифердің жаңа ғана өз-өзімен сөйлесіп тұрған видеосын көрсетеді. Сөйтсе Дондонда елес екен. Чунг әйелге бақсы досы бар екенін айтып, осында ертіп әкеледі. Бақсы мистикалық жора жасап, бірнеше жыл бұрын мектепте жаппай өлім болғанын айтады. Соның кесірінен ол жерде елес жындар толып жүр. Бақсы мұғалімге мистикалық пышақ берді. Сосын осы пышақпен жындарды өлтіруге болатынын айтады. Дженнифер үйге келіп, әжесінің ауырып қалғанын оқиды. Ата-анасы уақытша сол жаққа кеткен екен. Бір кезде әйелге оқушы балалар тоқтамастан соғып, бізден қаша алмайсың деп қорқытады. Телефоннан елес шығайын деп жатқанда, Дженнифер оны бақсы берген пышақпен өлтіріп тастайды. Пышақ шынымен де пайдалы екен. Таңертең Дженниферге көршісі келіп, ата-анаң сенімен сөйлескісі келеді деп өз телефонын береді. Сөйтсе анасы мектепте екі сыпайы оқушының жанында Дженниферді күтіп отыр екен. Әйел анасына қауіп төніп тұрғанын сезіп, мектепке жүгіріп келеді. Оның алдынан оқушылар шықты. Олар енді өз бейнелерін жасырмайды. Жындар Дженнифердің анасын алдап, терезеден итеріп жібереді. Ашулы мұғалім бақсы берген пышақты шығарып, оқушыларды бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Мистикалық пышақтың әсерінен оқушылар ауада жойылуда. Оқушылар өлтірмеңізші деп айқайлап жалынуда. Бірақ та жаңа ғана анасынан айырылған әйел аяушылықты білмейді. Кішкенеден соң мектепке полиция келіп, үсті басы қан-қан болған Дженниферді тұтқынға алады. Сөйтсе мұғалім жаңа ғана еш жазығы жоқ 14 оқушыны өлтірген екен. Жындар Дженнифердің сана сезімімен ойнаған. Оның анасы тірі. Әйел бүгін мектепке келмепті. Осы кезде мектеп директоры келіп, бұл мұғалімді алғаш көруім деп айтады. Дженнифер ештеңе түсініп тұрған жоқ. Ол директордың әйел екенін айтқанда, ер адам өрттің кесірінен қаза болғандардың арасында директор мен завучтың да болғанын айтады. Дженнифер осы күнге дейін елестермен сөйлесіп келіпті. Полициялар пышақты қайдан алғанын сұрағанда, әйел бұрынғы жігіті Чунг айтқан бақсыдан алғанын мойындайды. Әкесі бұған шок болады. Себебі Чунг Дженнифермен айырылысқан күні ақ отвертка арқылы өз-өзіне қол жұмсаған еді. Ал бүгін сол отверткамен Дженнифер 14 оқушыны аямай өлтіріпті. Полициялар есінен адасқан әйелді алып бара жатқанда, Дондон соңғы рет қоштасуға келеді. Міне осылайша фильм аяқталды. Ендеше сіздермен бірге болған Шакамуро. Осы сәтке дейін бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Менің орындауымдағы қысқаша кино шолу ұнады деген ойдамын. Егер расымен де солай болса, менің арнама қонаққа күтемін. Ал арнама жазылып қойсаңыздар, 2 есе қуанышты болар едім. Келесі бейне жазбаларда кездескенше